Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін майсөктің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең оңай және қарапайым. Ең алдымен тарымызды осындай матаға жайып, ішінде тас болса алып тастаймыз теріп. Ал енді тарымызды жуамыз. Қайнап тұрған суымызды тарыға құйып, жақсылап 3-4 қайтара жуамыз. Ең біріншісінде осындай лай кір су шығады. Оның барлығын төгіп тастаймыз. Ең соңында суымыз кішкене мөлдірген кезде тарымыз тазарды деген кезде дайындаймыз. Ол кезде де қайнап тұрған суымызды тарының үстіне құйып, жақсылап қақпағы жабылатын ыдысқа жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін біздің тарымыз әдемі болып шығады. Түбінде осындай суы болса төгіп тастаймыз. Одан кейін құрғақ матаға төсеп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін майсөкті дайындаймыз. Ең алдымен шекерімізді қойып, жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, барлығын араластырамыз. Майсөк деп майы көп болса, соншалық дәмдірек болады. Барлығын араластырып, осындай пиалайға салып немесе формаға салып, жақсылап форма жасаймыз. Енді ыдысымызға қоямыз. Мен жанына талқан қойдым. Майсөк пен талқанды бірге қойдым. Және сухофрукты қойып шықтым. Өте вида әдемі болып шықты. Дастарханға қойсаңыз өте керемет. Әсіресе келе жатқан оразаға, 22 наурызға қойып, дастарханның көркін ашатындай талқан мен майсөгіміз дайын болды. Ұнаса лайк қойыңыздар, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіз.